Birinci сұрақ өрнектің мәнін табу керек. 3 негізінде 3 дәрежесінде 2 куб. Бірінші дәрежедегі 2 кубты есептеп аламыз. 2 куб ол 8 болады. Енді 3-тің 8 дәрежесін табуымыз керек. 3-тің 8 дәрежесі сол 3-ті 8 рет көбейтетін болсақ, 4 рет көбейтсек 81, тағы 4 рет 81, 81 мен 81-ді көбейтсек 6561. Дұрыс жауабы Б. Екінші сұрақта теңдікте бір белгімен қандай арифметикалық амал белгіленгенін табыңыз. Ол үшін берілген сандарды есептеп алайық. Бірінші жақшада 8 көбейтілген 8 минус 8, 64-тен 8 азайтсақ 56. 56 көбейтілген екінші жақшада 64 азайтылған 8 амал 8 тең болады 3528. Енді 3528-ді 56-ға бөлсек, 64 азайтылған 8 амал 8 тең болады 3528-ді 56-ға бөлсек 63 болады. Енді 64-тен қандай санды азайтсақ, 64-тен азайтқанда нешені азайтсақ 63 болады. Онда 8 амал 8 тең 1 болу керек. Онда 8-ден қалай 2 8-ді арқылы қалай 1 шығаруға болады? Тек бөлу арқылы шығарамыз. Онда дұрыс жауабы бөлу болады. Амал бізде бөлу амалы болады. Дұрыс жауабы С. Егер 4х минус y және 3 тең болады 7 және 6х минус 3y болса, x пен y-тің мәндерін есептеңіз. Ол үшін x-тің мәндерін теңестіріп аламыз. 4х минус y тең болады 7. Екіншісі 3 тең болады 6х минус 3y тең болады 3-ке. Теңдеулер жүйесі деп алсақ, теңдеулер жүйесін шешу үшін бірінші теңдеуді 3-ке көбейтуіміз керек. Минус 3-ке көбейтуіміз керек. Сонда 3y пен екінші теңдеудегі минус 3y екеуі қысқарады. Минус 3-ке көбейтетін болсақ, минус 12x қосылған 3y тең болады минус 21. Енді екінші теңдеу мен жаңа шыққан бірінші теңдеуді қосатын болсақ, минус 6x, 6 мен минус 12x, 6x пен минус 12x, минус 6x-ті береді. Минус 3y пен плюс 3y жойылады, тең болады 3, қосылған минус 21, ол минус 18-ге тең. Сонда x тең минус 18-ді минус 6-ға бөлсек 3 болады. Ал y-ті табу үшін x-тің орнына 3-ті қойып есептейміз. Сонда 4 көбейтілген 3 азайтылған y тең 7. Бұл жерден минус y тең болады 7-ден 12-ні азайтсақ минус 5. y тең 5-ке. Сонда x тең 3, y тең 5-ке тең. 3 пен 5 дұрыс жауабы Е. Қорапта 5 ақ 13 қара шар бар. Қораптың ішіне қарамастан бір ақ және бір қара шар шығарғанына нақты сенімді болу үшін қораптан кем дегенде қанша шар алу қажет болатынын көрсетіңіз. Бұл жерде ең нашар жағдайларды санаймыз. Ең нашар жағдай алған шарлардың барлығы қара болып шыға берсе. Барлығы қара болып шыға берді, сонда 13 шар алдық, 13-тің бәрі қара болса, одан кейін тағы біреуін алған кезде ол қара шарлар бітіп қалып, ол ақ болады, басқа шар бола алмайды. Сонда 13 пен 1-ді қоссақ 14. Дұрыс жауабы А. Ойын сүйегін лақтыру кезінде 4-тен артық ұпай түспеуінің ықтималдылығын табыңыз. Ықтималдылықты есептеу үшін шарттағы жағдайлардың барлық мүмкін жағдайларға қатынасын есептеуіміз керек. Шарттағы жағдайлар дегеніміз 4-тен артық емес. Онда 1, 2, 3. 4-тен артық емес болса, онда 4 те жатады.
4 жағдай бар. Ал барлық жағдайлар 1, 2, 3, 4, 5, 6. Өйткені сүйектің 6 қыры бар, 6 қырында 6 сан жазылған. Сонда 4 жағдай бөлінген 6 жағдай. 2-ге қысқарса 3-тен 2 болады. Дұрыс жауабы С. 6-шы сұрақ. Нұрбектің 2 ай ішінде апта сайын тапсырған байқау сынағында математикадан алған ұпайлары 21, 24, 22, 23, 24, 24, 23, 25. Нұрбектің 2 ай ішінде алған ұпайларының модасы. Егер жиілік кестесінде толтыратын болсақ, 21 бір рет, 22 бір рет, 23 2 рет, 24 3 рет, 25 бір рет алды. Ал мода дегеніміз ең көп ұшырайтын жағдай. Бұл жерде ең көбі 3 рет 24 балл алған. Сонда модасы 24 болады. 5 санының арифметикалық ортасы 40-қа тең. Дұрыс тұжырымдаманы табыңыз. А жауабында 5 санының қосындысы 200-ден үлкен. Б жауабында 5 санның қосындысы 200-ден 2 есе аз. С жауабында 5 санның қосындысы 200-ден 2 есе көп. Д жауабында 5 санның қосындысы 200-ден кем. Е жауабында 5 санның қосындысы 200-ге тең. 5 санның арифметикалық ортасы деген сол 5 санды қосып 5-ке бөлген кезде 40 болады. Ал 5 санды қосып 5-ке бөлсек 40 болады. Ал сол сандардың қосқанда неше болатынын табу үшін 40-ты 5-ке көбейтсек болады. 40-ты 5-ке көбейтсек 200. Сонда сол 5 санның қосындысы 200 болады. Е жауабы. 8-ші сұрақ. Қорапшада 1-ден 7-ге дейін нөмірленген 7 шар бар. Қорапшадан бір шар алғанда оның тақ нөмірлі шар болу ықтималдылығын табыңыз. Ықтималдылық тапқанда шарттағы жағдайдың барлық жағдайға қатынасын табуымыз керек. Шартта тақ сан делінген. Тақ жағдайлар 1, 3, 5, 7. Ал барлық жағдайларды санайтын болсақ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сонда барлық жағдайлардың саны 7. Тақ болатындай шарттағы жағдай 4. Тақ шығу ықтималдылығы 7-ден 4. Б жауап. 9-ші сұрақ. Графикке сәйкес автокөлік Қазығұрт асудың төбесіне жету үшін қанша уақыт жоғары қарай жүргенін табыңыз. Бұл жерде жоғарыға қарай, осы жерге дейін жоғарыға қарай келеді. Енді бұл жердегі уақыт қарайтын болсақ 1 сағат. 1 сағат ол 60 минутқа тең. Б жауабы. 10-ші сұрақ. 4 санның арифметикалық ортасы 56-ға тең. Егер осыларға 16 санын қосып, осы сандардың арифметикалық ортасын алатын болсақ, қандай сан шығатынын анықтаңыз. 4 санның арифметикалық ортасын табу үшін 4 санды қосамыз, 4-ке бөлеміз, сонда 56 шығыпты. Ал 4 санның қосындысын табу үшін 56-ны 4-ке көбейту керек болады. Сонда S4 тең болады 56-ны 4-ке көбейтсек 224. Ал егер осыларға 16 санын қосып, 16 санды қосатын болсақ, онда 224-ке 16-ны қосқанда 240 болады. Енді бұл жерде 4 емес 5 сан бар. Ал 5 санның арифметикалық ортасын табу үшін 5 санды 240-ты 5-ке бөліміз керек. 240-ты 5-ке бөлсек 48. Дұрыс жауабы С нұсқасы. 11-ші сұрақ. Кестеде сынып оқушыларына жүргізілген бақылау жұмысының қорытындысы туралы мәлімет берілген. Төмендегі жауаптардың қайсысы дұрыс болатынын анықтаңыз.
Sınıfтағы ер балалардың қыз балалардан 4-еу артық. Ер балалар сыныпта 2, 6, 5, 2. Барлық 15 ер бала бар. Ал қыз балалар 1, 3, 6, 1, 11 қыз бала бар. Онда сыныптағы ер балалардан қыз балалардан 4-еу артық. Дұрыс жауабы А. 15-тен 11-ді азайтсақ 4 болады. Басқа жауаптарды оқудың қажеті жоқ. Өйткені біріншісі А жауабы дұрыс болды. 12-ші сұрақ. Атасы немересіне дүйсенбіде бір кітап, әрбір келесі күні алдыңғы күннен 2 есе артық кітап сыйлады. 6 күнде атасы немересіне барлығы неше кітап сыйлағанын табыңыз. Дүйсенбіде бір кітап сыйласа, келесі күні сейсенбі 2 кітап, сәрсенбі 4 кітап, бейсенбі 8 кітап, жұма 16 кітап, сенбі 32 кітап. Осының барын қосып шығатын болсақ, 63 болады екен. Сонда атасы немересіне 6 күнде 63 кітап сыйлаған. 13-ші сұрақ. 23 адам қатысқан жарыста Алиядан кейін 18, ал Назеркеге дейін 9 адам болды. Алия мен Назеркенің арасында қанша адам болғанын табыңыз. Қатарда адамдар тұр, одан кейін Алия тұр, одан кейін тағы адамдар тұр, 18 адам тұр. Алиямен қосқанда 19, оның алдында демек 23-тен 19 азайтсақ 4 адам бар. Ал Назерке тұрған жерде 9 адам тұр, сосын Назерке тұр, сосын қалған 23-тен 10-ды азайтсақ 13, қалған 13 адам тұр. Алия 5-ші тұр, Назерке 10-ші тұр. Сонда арасында 6, 7, 8, 9, 6-ші, 7-ші, 8-ші, 9-ші адамдар бар. Онда барлығы 4 адам бар арасында. 14-ші сұрақ. 2016-ның 0 дәрежесі қосылған 1-дің 2017 дәрежесі азайтылған минус 1-дің 2018 дәрежесі өрнегінің мәнін табыңыз. 2016-ның 0 дәрежесі ол 1-ге тең, плюс 1-дің 2017 дәрежесі 1-ге тең, азайтылған минус 1-дің 2018 дәрежесі 1-ге тең. Өйткені минус санның жұп дәрежесі 1-ге тең, оң сан шығады. Енді 1 мен минус 1 қысқарса, жауабы 1 болады. А нұсқасы. Фигураның қандай бөлігі боялғанын табыңыз. Бұл жерде боялғандар 4 бұрыштың 2-ден 1 бөлігі, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші. 6 4 бұрыштың 2-ден 1 бөлігі. Ал барлық 4 бұрыштар танайтын болсақ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, барлығы 8 болған. Сонда 6 мен 2 қысқарып 3 болса, 8-ден 3 бөлігі боялған. Бұл жауабы. 16-ші сұрақ. Ағаш кесуші ағашты 3 бөлікке бөлу үшін 150 теңге алады. Ағашты 11 бөлікке бөлу үшін төленетін ақшаны табыңыз. Бізде бір ағаш берілген болса, оны 3 бөлікке бөлу үшін 2 рет кесуіміз керек. 2 рет кескенде 1-ші, 2-ші, 3-ші бөлікке бөлінеді. Сонда 2 кескен үшін 150 теңге алады. 2 рет кессе 150 теңге алады. Сонда 1 рет кескені 75 теңгеден. Ал ағашты 11 бөлікке бөлу үшін 10 рет кесу керек болады. 10 рет кессе 10, әрбіріне 75 теңгеден төлесе, барлығы 750 теңге төлеген болады. С жауап. 17-ші сұрақ. Шахмат ойынына 7 адам қатысқан. Әрқайсысы бір-бірімен бір партиядан ойнады. Олар барлығы қанша партия ойнаған анықтаңыз. 7 адам болса, ол өзінен басқа барлығымен ойнап шығады. Яғни 6 адаммен ойнайды. Сосын әрбір адам ойнағанын әрбір партияны 2 рет саналып отыр. Өйткені мысалы
A oyuncusu bu oyuncusuмен oynasa, ол bir partiya. Bu oyuncusu A men oynaganda da ол екеуі bir partiyaga sanaladi. Sol üçün 2-ге bölemiz. 7 мен 6-ны көбейтсек 42, 2-ге bölsek 21. Sonda 21 partiya oynalgan. Durs cavabı S. 18-nji surak. Aydana 150 beti bar kitapты 4 günde okup çıktı. Ol birinci günü kitaptın 5'ten 1'in, ikinci günde birinci günden 5 bet artık, al üçüncü gün kalganının 5'ten 2'sini okudu. Aydana kitaptın en köp betin okugan günde tabыңыз. Birinci günü 150 betlik kitaptın 5'ten 1'ini okudu. Ol 150'nin 5'ten 1'i 30 bet. Ikinci günü sodan 5 bet artık okudu. Onda 35 bet. Üçüncü günü kalganının 5'ten 2'sini okudu. Sonda birinci günü 30, ikinci günü 35 okusa, 2 günde 65 bet kitap okudu. Al kalgan betlerdi sanaytın bolsak, 150'den 65 azaytkanda 85. Sonda üçüncü günü 85, kalgan 85 bettin 5'ten 2'sini okudu. O 85 ben 5 kıskarsa 17. 17'ni 2'ge köbeytsek 34. Sonda 4-nji günüge жаңағы 85 беттің 34 бетін 3-нчі күні оқыған соң, кітаптың қалған 51 беті 4-нчі күнде оқылады. Айдана кітапты ең көп бетін оқыған 4-нчі күн. Өйткені 51 бет оқыды. Дұрыс жауабы А жауабы. А нұсқасы. Төмендегі кестеде әр қаладағы көкөністердің 1 килограммның бағасы теңге есебімен көрсетілген. Егер 3 килограмм картоп, 1 килограмм сәбіз, 2 килограмм қырыққабат және 2 килограмм пияз алынған болса, онда қай қаланың тұрғыны ең көп және қай қаланың тұрғыны ең аз ақша жұмсайтынын анықтаңыз. Бұл үшін барлық қалалардағы сол жаңағы 3 килограмм картоп, 1 килограмм сәбіз, 2 килограмм қырыққабат және 2 килограмм пияз алу үшін кететін ақшаларын есептеп шығамыз. Сосын солардың ішінен ең аз және ең көп ақша жұмсайтын қалаларды табамыз. Алдымен әр қаланыкін бөлек-бөлек есептеп алайық. Картоп 3 килограмм картоп алатын болсақ, Астанада 390 теңге кетеді. Алматыда 360 теңге. Павлодарда 360, Семейде 330, Шымкентте 315. Келесі 1 килограмм сәбіз. 1 килограмм сәбіз сол бағалар болады. 2 килограмм қырыққабат. Астанада 200, Алматыда 220, Павлодарда 220, Семейде 200, Шымкентте 200. Ал пияз есептейтін болсақ, 2 килограмм пияз. Астанада 220, Алматыда 200, Павлодарда 200, Семейде 220, Шымкентте 200. Енді барлығын қосып шыққан кезде Астананы қарайтын болсақ, 390, 105, 495, 200-ді қоссақ, 695, 220-ны қоссақ, 915. Астана қаласында 915 теңге кетеді екен. Алматы қаласында 360, 95, 455, оған 220, 675, оған 200, 875. Павлодар 360, 100, 460, оған 220-ны қоссақ, 680, оған 200-ді қоссақ, 880.
Семей қаласында 330 90 420, оған 200 қоссақ 620, оған 220 840. Шымкентте 315 95 410, оған 200 қоссақ 610, оған 200 қоссақ 810. Сонда ең аз ақша жұмсайтын Шымкент және ең көп ақша жұмсайтын Астана. Сонда дұрыс жауабы Астана, Шымкент. Мына жерде кіші үшбұрыштардың біреуін S деп алатын болсақ, онда мынау да S болады, мынау да S болады, мынау да S, 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 S. Боялмаған беттері 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 беті 6 үшбұрыш боялмаған. Үлкен үшбұрыш 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9-дан 6. Ол 3-ке қысқаратын болса 3-тен 2. Дұрыс жауабы D.